Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жылдам дайындалатын және де қолжетімді ингредиенттерден жасалатын дәмді печеньенің жасау жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып, арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі көріп тұрғандарыңыздай ұн, қант, сұйық май және де қаймақ, жұмыртқа керек болады. Ең бірінші қаймағымыздың үстіне жарты ас қасық содамызды қосып, осылай араластырамыз. Толықтай араласу керек. Кішкене көбірек осылай араластырамыз. Барлығын араластырып, сосын бір жақ шетке қойып қоямыз. Шамамен 1-2 минутқа. Бұл өзі көпіріп реакция жүреді. Қаймағымыздың да көлемі артады. Енді біз осы уақытта ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып араластырамыз. Осылай үздіксіз араластырып, қантымызды осылай жұмыртқамызда ертіп аламыз. Енді осының үстіне жаңа шетке қойып қойған қаймағымызды қосамыз. Мінекей достар, көлемі артып көпіршіді. Енді осының үстіне қосып, қолмен араластырамыз. Енді осының үстіне өлшеп алған сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Және де естеріңізге сала кетейін, видеоның төмен жағында описание бөлімінде барлық керек ингредиенттердің көлемі жазылған. Мінекей достар, барлығын толықтай араластырып алғаннан кейін үстіне құрғақ ұнымызды салып, біртіндеп қамыр илейміз. Бірден салып илесеңіздер де болады, осылай бөліп салып илесеңіздер де болады. Осылай барлығын салып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып иленеді. Көрсетілген ингредиенттер, көрсетілген көлем бойынша жасаңыздар. Мінекей достар, енді қолымызбен біріктіріп, жұмсақ қамыр илейміз. Осылай қолымызбен біріктіріп илеп алғаннан кейін, бұны ары қарай тындырудың қажеті жоқ. Бірден ары қарай печеньемізді жасауға көшеміз. Осылай қолымызбен ысқылау арқылы осылай домалақтап табамызға қойып шығамыз. Әр печеньенің ұнымыздың көлемі шамамен 30 граммдай болды. Осылай барлығын дайындап аламыз. Үстіне осылай әсемдік үшін какао септім. Қалауыңыз бойынша әрине жұмыртқаның сарысын жақса да болады, өте әдемі болады. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін шамамен 20-25 минутқа 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің печеньелеріміз дайын болды. Жасалу жолы өте қарапайым және де оңай. Сондықтан осы рецепт арқылы міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе балаларыңызға, кішкентайларға ұнайтыны сөзсіз. Сондықтан, егер осы рецепт ұнаған болса, соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.